Қойдың емдік қасиеттері. Ертеректе дәрі тапшы болса, қазір удай қымбат. Химиялық құрамына да сенуге болмайды. Осындай сәтте халық медицинасында баяғы заманнан келе жатқан қазақи емнің түрі кәдімгі қойдың емдік қасиеттері туралы айта кетейін. Теріге түсіру. Қой терісімен жел, құз, құяң ауруына шалдыққандарды емдеген. Ол үшін семіз қойды бітеу сояды да, оған ерменді бүрімен қоса қайнатып, суын терінің ішіне құяды. Науқас адамды шешіндіріп 2-3 сағаттай сол теріге орап қояды. Бұл әдіс теріге түсіру деп аталады. Теріге түскен адам жылы оранып жатып 2-3 күндей сорпа ішіп күтіну керек. Қой құйрығы жөтелді басып қақырықты түсіреді. Тұмаудан кейінгі созылмалы жөтелгі құйрық майды ыстық сүтке ертіп ішеді. Суық тиген баланы құйрық маймен сыласа жазылып кетеді. Қойдың жыны. Буын тізе сырқырағанда қолданады. Жаңа сойылған қойдың қарнын жынымен қоса алып, оны ыдыстағы ыстық суға салады. Содан кейін қарнның үстіңгі жағы тіліп, науқастың екі аяғын жынға батырып, жылылап орайды. Ыдыстағы су салқындай бастаса, үстіне ыстық су құю керек. Буланудан шыққаннан кейін жылы киінген дұрыс. Қойдың өкпесі. Жөтелді тоқтатып, несіп жолдарының жұмысын реттейді, ісікті қайтарады. Егер жас қойдың өкпесін тілгілеп, сірке суы қосылған суға қайнатып, күнде 2-3 тілімнен жесе, қақырықты түсіріп, өкпе демікпесін басады. Қойдың тоқ ішегін сәбидің көк бауыры ауырғанда шыжырақай майын сыдырмай, дөңгеленген күйінде кіндіктің үстіне қойып, сыртынан орап қояды. Егер ішектің жылуы бәсеңдесе, торсыққа жылы су құйып, ішектің үстіне қояды. Бұл емді бала терлегенше бірнеше рет қайталайды. Қойдың қарны. Асқазан, ішек жолдарының дертіне, әйелдер ауруына, құянға қолданады. Науқас адамның екі аяғын көсілтіп, ыңғайлап отырғызады, жаңа сойылған семіз қойдың қарнын жылы күйінде құрсағына қойып, сыртынан орап тастайды. Біраздан соң науқас ағыл-тегіл терлейді. Тері қалмас үшін 2-3 сағаттан соң киімін ауыстыруға қажет. Бұдан кейін де бірнеше күн сорпа ішіп күтінген жөн. Қой еті. Шаштың арасына ұсақ бүртпе түскенде қолданады. Шашты тағырлап алып тастап, басты сабындап жуғаннан кейін, бөртпенің бетін су қосылған өтпен сүртсе, бөртпе тез жазылады. Қойдың жілік майы. Туберкулезбен ауырған әлсіз адамдар, жиі ауыратын жас балалар жесе, 1001 дауа. Жаңа сойылған қой етін жұқалап тіліп, жығылғанда пайда болған ісікке тағып таңса, ісік тез қайтады. Әрі жара іріндемейді. Шиқанға, сыздауыққа таңса, жара ауыз ашылады. Қойдың етін күйдіріп, күлін сірке суына езіп, жылан, шаян шаққан жерге таңса, уытты қайтарады. Сыздап ауырғанын басады. Еті сылынып алынған қойдың сүйегін шауып, ұзақ уақыт қайнатып, сорпасын мөшел балаға үнемі ішкізсе, нәресте тез оңалады. Бұл ем сынықтың тез бітуіне көмектеседі.